Сәлеметсіздер ме? Өзге ұлт топтарында қазақ тілінен тілдік дағдыларды қалыптастыру тақырыбындағы факультативтік курс бағдарламасының бір сабағына шолу жасаймыз. Білім алушылар сабақтың тақырыбын болжау үшін тақтадағы пазлды құрастырамыз. Денис, шыға ғой. Сабақтың тақырыбы туризм. Қазақстандағы туризм мәселесі. Сәйкестендіру әдісі бойынша тақырыптағы негізгі ұғымдарды анықтайық. Акрам? Бағыт. Саяхаттың жолы жүретін бағытты. Турист. Саяхатқа шыққан адам. Бірінші тапсырма баяндау жеке жұмыс. Қазақстандағы туризмнің қазіргі ахуалын қысқаша баяндаймыз. Мысалы, ең танымал туристік аймақтар және мемлекет тарапынан қолдауға мән береміз. Қазақстан туризм жылдан жылға дамып келеді. Ең танымал аймақтар Алматы, Түркістан, Бурабай, Алакөл және Шымбұлақ. Мемлекет тарапынан инфрақұрылым сервистерді дамыту әлі де қажет. Келесі тапсырма бізде қолдану жұптық жұмыс. Туристке арналған бір күндік маршрут жоспарын жасаймыз. Түркістан қаласы бойынша. Біз әлеге екеуміз Түркістан қаласына бардық. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін, Укаш ата құдығын көрдік. Керуен сарайда тамақтанып, концерт тамашаладық. Кешке түркі әлемі орталығын аралап, саяхатымызды аяқтадық. Келесі тапсырмада салыстыру жұптық жұмысын жасаймыз. Қазақстан мен Грузияның ұқсастығын айтып кетсек, екі мемлекетте таулы аймақ болғандықтан табиғаты өте әдемі, және де туристер көбінесе тарихына қызығып, оны зерттеу үшін келеді. Ал айырмашылығын айтсақ, Қазақстанда көшпелі мәдениет және экстремалды туризм бар. Грузия туралы айтып кетсек, Грузия шағын мемлекет, инфрақұрылымы өте жақсы дамыған және де тарихи қалалары сақталған. Туризмнің мәселелері бойынша топтастырамыз. Мәселе қызмет көрсету сапасының төмендегі шешу жолы. Туризм саласында жұмыс істейтін мамандарды арнайы оқытып, халықаралық стандарттағы қызмет көрсету мәдениетін дамыту. Мәселе жарнаманың әлсіздік шешу жолы. Қазақстан туристік әлеуметтік желілер мен халықаралық платформасын белсенді таныту, ұлттық бренд қалыптастыруы. Келесі тапсырма, зерттеу тапсырмасы, туризмнің дамуына кедергі келтіретін нақты бір мәселені тауып, постер қорғаймыз. Қазақстандағы басты мәселе туристік инфрақұрылым мен цифрлық сервистердің дамымауы. Қазақстандағы туристік желілерде QR-гид, онлайн билет, навигационалық карта болмағандықтан шетелден келген туристерге және біздің өзіміз Қазақстандағы туристерге өте ыңғайсыз болады. Келесі тапсырма бізде қорытындылау тапсырмасы, жазылым тапсырмасы, туризмді дамыту үшін қандай ұсыныс берер едің? Туризмді дамыту үшін цифрлық сервистерді енгізіп, инфрақұрылымды жақсартып, жергілікті бренд пен экотуризмді қолдау қажет. Бүгінгі сабағымызды бекіту үшін викториналық сұрақтарға жауап берейік. Туризм дегеніміз не? Туризм белгілі бір мақсатта жасалатын саяхат. Туризм негізгі мақсаты қандай? Демалу және саяхаттау. Ал енді бүгінгі сабағымызға 3-2-1 әдісімен кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақтан екі жаңа ақпарат алдым. Бірінші ақпарат ол экотуризм табиғатты қорғауға, экологияны дамытуға ықпал ететінін білдім. Екінші ақпарат ол Қазақстанның туристік әлеуеттік жоғарғы аймақтарымен таныстым. Олар Алматы, Түркістан, Астана. Бір қорытындыда туризм дамыту имиджін көтеруге экологиялық маңызы. Бүгін сабаққа 3 маңызды мәселе білдім. Қазақстандағы туризмнің қазіргі жағдайы мен экотуризмнің ерекшеліктерін білдім. Туризм саласындағы негізгі мәселелер мен оларды шешу жолдарын талдауды өйрендім. Туризмді дамытуда цифрлық технологиялар мен жарнаманың рөлін түсіндім. Мен бүгінгі сабаққа өзіме 94 балл қойдым. Барлық тапсырмаларды бағалау өлшем шарттары бойынша орындадым. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сабақ аяқталды.